10 миллион ақша беріп тұр дейді, иә? Соның ішінен 247 мың теңге за мусор ұстап қалған. 4 сәуір күні әкім, аудандық әкім түннің ішіндегі видеосында, ол әлі видео бар, әлде де өздерді тексеруге болады. Қауіп жоқ, алаңдамай, халқы тыныш жата беріңіздер дегендей әңгімесін айтты. 5 сәуір күні таңертең 8-де сирена ойнады. Үйлерінен бесіктерін құшақтап атып шықты жұрттың. Қараңыз, ал үйдің сыртында уже қараңыз мына. Бәрі кетті бәрі. Тазалап, нетіп қойғанымыз мынау. Мына қараңыз, мынаның ішіндегі бәрі қопарлап жатыр ғой. Мына туалет деген бар ғой, кәдімгідей, мына жақта қисайып жатыр ғой. Страшно болған ғой мына. Қараңыз. Енді сіздің үйіңізді оценщиктер келді, иә, бұл жаққа бағалады. Келді. Не деді олар, не деді? Снос деп тұр енді үйде. Снос деп тұр ма? Иә, снос деп тұр. Маған көп кірмеді тегі. Кеше соңынан еткенде де сидер. Холодильниктің ішіне. Не страшно, хотя холодильник, морозильникті ала шапшадық біздер. Мынау сіздің үйіңізде жаңа ремонт па? Жаңа ремонт тұр ғой бұл жерде. 3-4 жылдықта жасаған ремонты мынау. Міне қараңыз, дүниеміз қандай қопарлап жатыр. Ештеңе пайда аспайды мынаның ішінде, мына қараңыз. Ештеңе. Баршаңызға сәлем. Құлсардағы жағдайды өзіңіз, мен сияқты тәуелсіз журналистерді бақылап отырған қауым білесіздер. Адамдардың алаңда қайтпай тұрғанына бірнеше күн болды. Оларға жан-жақтан қазір қысым көрсетіліп жатыр. Әкім шақыртайық, әкім келсін мына мына насиха ма сол деген бізге бүйтеді. Мені дейді, қорқытып жатыр дейді. Бәрін айтты ғой. Менің балам, сіздер тараңыздар мына жерден деп. Тараңыздар сіздер 240-қа келісіп тараңыздар. Келіспесеңіздер балдарыңызбен қорқытады деді. Балдарыңызды бүйтем, балдарыңызды сөйтем деп мені қорқытты, мен қорқып тұрмын, сендер тараңдаршы. Сендер таратуға мені жіберді деп. Өз аузымен айтты. Өз аузымен. Сол дұрыс па екен? Әкімнен сұрайықшы, бұл жалған айтып отқан шығар. Өкінішке қарай жағдайды сіз бен біз біліп, Құлсардағы халық біліп отырса да, билікшіл басылымдар мен блогерлер әлі уақытқа дейін наразылық туралы тіс жарып айтқан жоқ. Есесіне 4 күннен бері халықтың риза екендігін, Құлсарда жаңа үй салынып жатқандығын қайта-қайта хабарлап жатыр. Құлсардағы проблемалар жалпы кеше басталған жоқ. Су тасқынынан да бұрын басталған. 66 мың халқы бар қала Жылыой ауданына кіреді. Ал бұл Қазақстандағы ең ірі мұнай өндіретін аудан. Мұнда мұнай өндіру өнеркәсібі тұңғыш рет осыдан бір ғасыр бұрын 1899 жыл басталған. Қазір мұнай және газ Теңіз, Құлсары, Прорва, Королев, Сарғымыз, Қаратон кендерінен өндіріледі. Теңіз кені Құлсардан бар болғаны 90 шақырым жерде орналасқан. Мұнай мен газ өңдейтін өте ірі мұнай-газ өңдеу зауыты жұмыс істейді. Басты кен байлығы мұнай мен газ. Аудан жерінің қойнауында 40-қа жуық кен орындары бар. Және олардың жалпы қоры 2,5 миллиард тонна. Қоры бойынша республикада бірінші орын алады. 30 жыл бойы елді асыра отырған ауданның жағдайы осы уақытқа дейін жасалмаған. Десе де тұрғындар бірде-бір рет наразылықпен митингке шыққан емес. Тек дәл қазір жағдай тіпті ушығып кеткен кезде ғана шығып отыр. Біздер бірде-бір мына осы ауылдың азаматтары бірде-бір осылай үкіметке қарсы шыққан жоқпыз. Неге бір рет өмірлерінде үкімет бізге көмек бермейді? Жергілікті халыққа 40 күннен бері халық қаңып жүр. Үй жоқ, күй жоқ, әнжеде паналап, оның қамын ешкім ойлап отқан жоқ. Біз ойладық 15-нен кейін бір жақсы хабар береміз деді. 15-нен кейін тап сол әңгімені қайтып айтып отыр да. Мен ойлаймын да, үкіметке қиын емес шығар. Мына кісілер міне айтып отыр ғой, 400 мыңнан квадратный метрге ақша бер дейді. Біздер естіп жатыр, анияттан көмектесіп жатқан адамдар бар. Біреу 20 миллиард, біреу 30 миллиард ақша аударып жатыр. Азғандай ақшаны беріп, осы құртта қандай халықтың шырылдағанын шешуге болады шығар. Қазіргі кезде үйлердің қандай жағдайда екендігін мына бір мысалдан көруге болады. Бақтыл Ахметов апайдың жасы 58-де. 10 адам болып бір үйде тұрған. Қараңыз, ал үйдің сыртында уже қараңыз мына. Бәрі кетті бәрі. 10 адам тұрамыз осы үйде. 10 адам. Екі бала келінім 4-еуі, сосын 5 немерем бар, барлығы 10 адам. Тастай 10 адам болып тұрамыз. Ешқандай үкіметтен ешқандай көмекте беріп жатқан жоқ. Гуманитарный помощь келді.
халықтан келді, әр жақтан келді. Қырғызстаннан да келді, Ақтөбеден де келді, Ақтаудан да келді, бәр жерден келді. Бірақ үкімет бір теңге кешегі 369 мың берді, болды. Бір көсек нанды берген жоқ үкімет деген. Ешқандай ештеңе істеп жатқан жоқ. 369-ды қалай есептегенін түсінбедім. Сонда сізге о адамға 369-ын беріп отыр, бірақ басқалардың естігенім, мысалы үшін жанұясында 3 адам болса, оларға да 369-ын берген. Сонда бұл Неше болса да бір, например, хозяйкам ба, тек хозяйка беріледі болды. Мен өзім, үйдің иесіне беріледі болды. Ертең күні мана холодильникке бірдемеге нетсе де, тек қана үйдің иесіне береді болды. Например, бір холодильниктің өзі білесіз 300-400-500 мың келді. 550 мың береді деп тұр. Оны менің не холодильник алам ба, или мен резина не алам ба, или телевизор алам ба, қайсысын алам? Қандай қылып жинадық осы нені деген, дүнияны деген. Халықтың еңбегі ғой. Міне мынада да міне қара, банямызды қараңыз қандай болып жатқан. Ішіне кірсеңіз вообще шошисыз. Вообще страшно кеткен. сіздер қайда тұрып жатсыздар сол су басқан? Микрорайонда жалдап тұрып жатырық, не істейміз енді? Жалдап тұрмай не істейміз енді? Қайда барамыз? Баратын жеріміз жоқ. Баратын жеріміз болмағасын, амал жоқ. Жатырық сол жерде. Бір 2 комнаттықта, 3 комнаттықта 10 семья, 10 адам болып жатырық. Қайта манағы келіні мен немеремді өзім Түркіне жібердім. Құрсын кішкентай, 4 айлық бала. Сосын құрсын сен Түркініңге жат дедік. Бала жұмысқа теңгезге кетті. Енді сіздің үйіңіз подснос болып тұр. Сонда қыз қазір үй жалдап әлі қанша уақыт, енді бір кем дегенде жарты жыл, кем дегенде Мана бір сөзінде айтады дейді, 4 ай шыдайсыңдар деп айтады дейді. 4 ай деген что? Мен қайда? Мен өзім шаңырағымда жатқым келеді. Мен өзім үйімде болғым келеді, например. Мен біреудің бір күн келеді, шық. Мен сатам дейді, мен сонда қайда барам? Манағы біз деген, например, 5 мартта кеттік қосуға. Бізге деген осы апрельдің 15-іне дейін деп обещать етті. 15-інде тек бәрі жауап болады, бәрі де нормально болады, квартира да беріледі, сносқа кеткендерге ақша да бөлінеді, бәрі де бөлінеді. Ешқандай не жоқ. Енді айтып отқан сөз анау ғой, например. Ешқандай нәтиже шығып жатқан жоқ үкіметтен деген. 15-і болды ғой. Сосын бүгін уже ашыққан халық не істемейді? Бәрін істейді ғой енді. Қашан біреудің үйінде босағасын кімнің бетіне қарап отырамыз? Кімнің беті, кім күледі екен, кім нетеді екен деп. Біз де адамымыз ғой. Ал мына мемлекет өз салып берем дегенге неге қарсы шығып жатсыздар қазір үкіметке? Мен өзім қарсы шыққаным олар деген тек коробканы әкеліп, мен мынадай нән үйі маған салып бермейді. Мен гарантия берейін сізге. Ол береді, кішкентай коробка бірдемелер қосып береді, ол ертең күні маған қайтып ремонт керек маған. Мен білем, басқа адам қалай салатын. Мен өзім уверенно дұрыстап, мен өзім отыйды өзім дұрыстап, көзіммен көріп, ешкімге өкпелемейтіндей қылып салғым келеді. Сарайым бар, баням бар. Баням бар, сарайым бар, бәрі быт-шыт болып жатыр. Қайда сарайды біздер деген жазда ертең ремонттаймыз деп бәрін, жардың бәрін нетіп қойып едік қой. Бәрі кетті, бәрі ештеңе қалған жоқ. Мен тек қана мына жерден алып шыққаным, тек қана киімдерім болды. Қанша уақытыңыз болды сонда су басқан кезде жиналып шығып кетуге? 2 сағат. 2 сағат болды. 2 сағаттың ішінде. 2 сағатқа да жетпейді даже. Сағат 1-де мен холодильниктерді құрсын деп, холодильник мынау сылай жаман екен деп, балдарды алып келіп, өзім 2 баламды алып келіп, холодильникті неткізіп, сөйтіп қойып жатыр еді. Сосын бақта тек морозильникті қойып көрдік. Мама су келіп қалды деп, тек зырттық. Көпке кедермей артымыздан су келді. Болды. Бәрін топырып келгенде де қатты келді. Мына ғой енді бәрі бұлшыт болады. Мынау деген әлем ғой. Вообще ашылмайды мынау деген, қараңыз. Қараңыз, қандай мебель, например, неше миллионның ақшасы, например. Қымбат қой қазір, заттың бәрі қымбат. Даже холодильниктің өзі қазір 700-800 мың. Ешқандай не көріп жатқан жоқпыз біз үкіметтен. Дым. Обещаниясына тұрмайды әкім. Обещаниясына тұрмайды. Тек море нені обещать етті, болды. Тек обещание, аудионы айтады, болды. Басқа ештеңе істеп жатқан жоқ олар деген. Сол 3 мың адамның барлығы наразылыққа шығып жатыр ма қазір? Бәрі шығып жатыр, бәрі тұрған жерде, бәрі.
кейбіреу енді теңгеде жұмыста. Біздерде, например, бірінші эвакуациямен неге кетті ғой, Атырауға, неге, Теңгизге. Бармаймыз деп едік, болған жоқ, алып кетті бәрінде. Ал. Сосын деп жақсы деп кеттік. Обязательно свет жағыған. Мына ғой. Судың деңгейі үйдің айда қай жерге дейін болды? Мына жерге дейін болған. Ана, қазір ана не сырттан көрініп тұр, сырттан қай жерге келген. Мына ана не бар ғой, ешкеден почти барған. Мынау деген қырғын дүниямыз емес пе, біздің де ақадан еңбегіміз қайда? Қайда? Мынаны деген төлемейді ғой, үкімет төлемейді. Мекен алып берсін бізге деген. Бізге деген тілейтінім тек ақша берсін. Өзіміз саламыз. Мен үкіметтің салған үйіне қанағаттанбаймын. Қанағаттанбаймын мен. Баня салып бермейді ол. Салып бермейді. Еще қазір шығып жатыр дейді, сенің сарайың мен банянға жауап бермеймін деп айтады. Сарайларды бермейміз деді. Иә. Сосын туалетті, кухняны бермейміз деп айтады дейді. Тек негізгі үйді береміз деп сөйтіп не шығарып жатыр. Жоқ, солай шығарғанда басында сөйтіп айту керек қой. Олар басында айтқан жоқ қой. Море обещать етті ғой. Мә, тек бүйтеміз, сөйтеміз, тек мә, үндемендер, қырылмаңдар деп. Осы уақытқа дейін шыдап берді. Ай жарым шыдады ғой, халықтың да несі бар емес пе уже? Гордость бар емес пе? Қашан біреудің үйінде, иә? Біреудің үйінде қашан қаңғы жүреді? Өздерің болсаң да біреудің үйінде бір күн тұрмайды ғой ешкімде. Әкімнің өзі тұра ма? Тұрмайды. Мандан бері шыққан жоқ, например, біздің манағы нелер Құлсарының халқы деген ашынып, кішкентай палатканы мана құрып жатырды ғой. Военныйлар деген тек ер адамдар тек жағасын алып жатыр. Дұрыс па? Жанбы жауыптыр қалай тұрады қалқан жерде? Военныйлар не істеп жатыр дедіңіз? Жағасынан алып ана еркектерді ұрып тұрды. Дұрыс емес, амондар дейді, амон болса қайтейік деп. Амон болса қайтеймін ана жерде. Олар қуып шықпашы болды ма сіздерді алаңнан? Ер адамдарға құрма деп жатыр ғой, құрма. Кеттіңдер, құрмандар деп тұр ғой енді. Оны қалай құрмайды? Халық деген уже ашынған, анау қайта аз нетіп қойды, анадан да зор қалады. Ашынған халық не істемейді, бәрін істейді ғой. Жоспарыңыз қандай? Осы жерде тұрам дедіңіздер ма? Тұрасыздар ма? Таң атқанша? Айтылған ақшасын халықтың жинап берсін. Болды, басқа ешкім әкімнен ештеңе сұрап атқан жоқ. Әкімнің өзінің мана айттық қой. Оның деген несі келмесе, әлі келмесе, шақыртсын адамдар, жоғардан шақыртсын. Біздер айтайық өзіміздің мұңымыз мына жерде тұр ғой, бәрі халық. Енді басында билік айтып еді ғой, әр тұрғындарға жағдай жасалған мектептерде жасалса біз өйстіп жасалды деп айтып. бір ай бойы сіз жалдап жатқан үйіңіздің ақшасын бәрін өзіңіз төлеп жатсыз. Барымыз әркімнің үйінде жүріп, өзіміз ағайындарымыз үйін сағалап, бөлініп жүріп ал сол дұрыс па? Мектептерді айтып жатыр. 369 мың бөлінді да, 20 апрельде бөлінді сол ақша, болды. 369 мың Құлсары қаласына жетпейді ол. Бір квартираның өзі қазір 150 мыңнан жоғары. 200 мың міне көртіса, ол дейтін еще жағдайы жоқ квартира. Бір адамның басында 5-6 баласы бар. Мына кісінің басында 2-3 келіні бар, например. Көрдіңіз ба? Ешқандай жағдай жоқ. Біз бүгін таңертең әкімге сұрақ қойдық, нақты жауап беріңіз. 100 МРП төленді, я. Енді қараңыз, біздің үйімізді жасағанша, восстанавливать еткенше, каждый ай сайын 100 МРП беруге міндетті ғой. Қашанғы жүреді бұл кісілер қаңғып? Ол жайлы ол кісі нақты айтылған жоқ. После 20-го и все. 150 МРП бөлінеді деп айтты, да, 150 МРП. Не үшін бөлінеді? Олар айтады, первичная необходимость. Холодильник, морозильник. Один холодильник стоит 250 тысяч. С морозильника 250 тысяч. У нас вопрос. Ертең дейді, наши біздің имущество, мүліктің ақшасы 150 МРП-мен жауап самай ма? Ол сұраққа жауап берге жоқ. Көрдіңіз ба? Бізге әкім дейтін қараңыз, сағат 9-да келді ма әкім, 15-інде бізге жауап береміз деді. Әкім дейтін дайындалып келу керек болды ғой. Санапетпен, жилой тазалық бәрімен келіп, біледі ғой, қандай сұрақ туындайтын біледі ғой. Біледі, иә? Сол сұраққа жауап беру керек қой, нақты. Осындай күні шешіледі, осындай ақша беріледі, осы күнге дейін шыдаңыздар деп. Нақтыдым жауап жоқ қой, көріп тұрсыздар ғой. Ештеңе жоқ, жауап жоқ. Бұл жерде заңның барлығын оны өзгерту үшін уақыт алатынын білесіз ғой, оны деген. Бір күнде өзгерте алмайды. Сосын Қазақстан Республикасы бойынша кетіп жатқан тек
ғана біздің Атырау облысы емес, барлық жерде суға кетіп жатыр қазір. Сіздің әліңіз келмей ма? Атырауға барайық. Сіздің әліңіз вообще келмейтін сияқты осы жерде. Манадан бері айтып жатыр, осы жерге шақырсын. Манадан бері таңертеңнен бері айтып жатыр ғой, әліңіз келмейді. Сіз деген конверт дегенді білмейді екенсіз. Дезинфекцияны алып жатқан білмейсіз. Техосмотрды алып жатқан білмейсіз. Сонда не білесіз? Сіз дым білмейсіз. Бірінші Құлсардың өзін жағдайын жасап алсын. Басқа жер бізге керек емес деп айтпай қойын. Әркім өзінің жағдайын жасайды. Барлық Астанадан бастап Түркістанның бәрін осы Құлсары, Атырау облысы салып беріп жатқан шығар. Неге десең, шоу жерде мұнайлы өлке. Бұл жерде шыққан халыққа қандай да шара қолданамасыз мысалы ондай. Ең бірінші қазір тоқтай тұрыңыздар. Осы сұрақты қояқ сойып жатыр екенсіз. Мынау адамдардың ең бірінші қауіпсіздігі. Бұл жерде қазір қауіпсіздіктің ішінде тұр. Бір адамнан бір адамға қазір мына жерде төбелес, Құдай сақтасын, төбелес бірдеме шығатын болса, ешкім оған гарантия бере алмайды оған. Тұрғындар талап айтып жатқан шақта Ақорда Тоқаевтың мәлімдемесін жариялады. Үкімет, әкімдіктер құқық қорғау органдарымен бірлесіп, заңға сәйкес қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуі керек деді. Сенбі күні су тасқынынан кейінгі ахуалға қатысты премьер-министрдің есебін тыңдаған президент. Ақорданың жазуынша, сенбі күні премьер-министр Олжас Бектенов президентке су тасқынның салдарын жою мен зардап шеккендерге көмек көрсету туралы есеп берген. Зардап шеккен тұрғындарды сапалы баспанамен қамтамасыз етуге, қалалар мен елді мекендердегі инфрақұрылымдарды жөндеуге және құрылыс жұмыстарына кірісуге қатысты тапсырма берген. Бұған қоса Тоқаев әкімдерге туындаған мәселелерді шешу және жұртшылықтың орынды талап тілегін орындау жөніндегі мемлекеттік саясат пен қабылданып жатқан шараларды нақты түсіндіруге міндеттеген екен. Сонымен қатар үкімет, әкімдіктер құқық қорғау органдарымен бірлесіп, заңға сәйкес қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуі керек деді Тоқаев. Енді мына Құлсары қаласындағы жаңа мектеп, 3 қабатты жап-жаңа мектепті халықтың уақытша паналау орталығына айналдырды. Мекенді су басқаннан бері осы жерде 3 қабаттың үшеуінде де адам лық толы. Мұнда келгеніміз уже бір ай болды. Бір айдан бері мұнда тұрып жатырмыз. Мына біз осында жатырмыз. Айында барлығы үйде болмайды ғой. Жаңа дабыл қағылғаннан кейін шығып кеттік үйден бір пакетпен. Содан бері үйімді көрген жоқпын. Мысалы, киім жоқ, дымыс жоқ. Біздер енді түн ішінде тыржаңыз қаштық. Ойбай, су келіп қалды. Соңғы кезде қаштық. Жағдайымыз өте нашар. Бір көйлекпен, бірмен, бәленбай баламен, бәрімен біз машинаға тиіп қаштық. Бір аяғымызды қисайтып, бір аяғымызды мыжырайтып. Бізге көшеге енді автобус бірдеме қойды ғой. Оған біз жете алмадық. Сондықтан машина жалдадық, такси жалдадық. Бір айдан асты мына кісі қазір раскладушкеде жатыр, аяғы ауырды. Оны мен қазір жерге салмай отырмын, ана раскладушкеден құлайын деп отыр мына кісі да. Көзі көрмейтін әкем ана матрастың үстінде жатыр, біздер жерде жатыр. Мына 2 балам бар менің де. Сол екеуміз жерде жатыр. Су келеді деп қашып нетіп, жамбастың ұршығын етті, доғдырлар бір қарап тұр, манада келді. Ауыртып алды ма сол кезде көшіп жатқан? Судан қашам дегенде құлап. Мен жұмыста болдым сол күнде. Саламатсыз ба, қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Жоқ, жата беріңіз. Жағдайыңыз қалай? Соны сұрап. Дәрі өтеді, мұны сұрасам ойбай. Өздерің сатып алып дейді, қайдан алам, қайдан алып берем бұған. Больницаға жатқызып, сөйлеріне шығарып кетсе, қайтып аяғына шауып жүргенде де мен сол құлап тұр ғой. Бейнеуден келдік, осында келдік. Енді дәрісі бәрі готовый болады деп еді. Мына дәрі бітіп еді, міне, ана дәрі. Өздерің тауып алыңдар, өздерің сатып қайдан алып келем мен бұны? Мында тағы заң шығарып қойыпты, міне қараңыздар. Яғни зардап шеккендер газбен, газовкамен, холодильникпен, кішкентай қасықпен, көрпемен, бәрімен толықтай шұғыл түрде оперативно қамтамасыз етілу керек. Бұның бәрі ешкім халық алған жоқ. Ешкім алған жоқ міне. Душқа үлкен кісілер вообще душқа түскен жоқ мынаның ішінде. Мындай балдар шығар душқа түсіп, мына жерде 1200-ден мына жерден баняға барып отырық апта сайын. Біздерді, мына кісілер бір айдан асты суға түскен жоқ әлі. Суды не зат екенін білмейді, ана үлкен кісімен отырғанда. Мына балдар міне жалын аяқ не затпен жүр ғой, мына балдарды көрдіңіз ғой, жеңіл жүр бәрі де. Мына батарейді қосын біздерге да. Біздер көп нәрсе сұрап отырған жоқпыз қазір данный моментте. Туалетный бумагамызды берсін, сіздерге ана кір жаятын біреу берді міне. Біреу қалған қасындағы екеуі өздері хозяйкалар өздері алып кетті, мына кісілердің өздері алып кетті. Қалған екеуі. Тек үкіметтен ана біреу вешалка берілді. Мұнда 3 этажда 40 адам жатыр. Еще машинка біреу. Машинка біреу стиралка. Онда дырылдап 4 сағат жуады, бір стирканы 4 сағат жуады қазір деген. Кешке котелға сойып, бала тоңып жатыр. Қосамыз деді ма? Қосамыз деді ма? Қосамыз деп әңгіме еткен жоқ.
жалпы ескертіп білмеймін. Айттық, жел улеп тұр, біздерге отопление қосыңыз дегенде қоспаймыз деді. Біздің қалтамыздан ақшамыз жоқ, төлейтін оны үкімет төлеу керек, оны не істейміз біздер деп та. Келіп жатқан үйіміз құлап қалды біздің. Ол үй бергенше қашан қайда тұрамыз, мына жерге қашанға дейін жатамыз. Біздер бәрі белгісіз болып тұр ғой. 4 кішкентай баламыз бар. Кішкентай мынау мысалы. Бір баланы лагерьге жібердік. Әкімшілік не деп жатыр енді, қай уақытта? Айтпай тұр ғой, күтесіздер дейді болды. Оценка бірдеңе болды ма үйіңізде? Болды енді үйді жарамсыз деп беріп тұр ғой. Мана алаңда да болған жазсыздар. Ол жақта да ешкім көңіл толып жатқан жоқ. Мысалы беріп жатқан ақшаға мысалы. Жаман үйіміз болса да, біздер де өзіміздің үйімізге барып тұрғымыз келеді, например. Енді қазір су, данный момент суға кеткен соң амалымыз жоқ тұр ғой мына жерде. Басқа жер жоқ қой, қаңғып далада жүрмейміз ғой біздерде да. Бір үйге, аварийный үйге мысалы 12 миллион дейтін издевательство былай айтқанда. Әкімдердің сөзі бар ғой, вообще мардымсыз ғой. Өткенде айтты, сіздерді ренжітпейтін бағада біз төлейміз деді. Үй алғысы келе ме, әркім алады деді. 3 тараптан белгіленеді деді, мысалы. Енді келіп алып сөздерінен тайқып тұр ғой. Бет бұран қағазы мынау маған 10 миллион бағалапты, мынау не баға мынау дейтін. Метр сексен су кетіп трещина беріп жатыр, үйдің үстінің бәрі бар екен. Ол да жарылып кеткен, маған бет бұран мынау бағаны. Қалай мынау ойыншық па, ойнап отырсам енді адаммен. Жаны бақ кетейін, басқа бірдеңе алатын болсам. Ал енді содан кейін дымды алған жоқ, енді мына үйіміз құлап қалды ғой жарығым. Бітті ғой енді қайда барамыз? Төбеге дейін, кришаға дейін көк-күңгіт болып тұр. Анам 5 балам туберкулез болып өледі ғой. Ауру шал өле берсін ал құрсын. Мен де өле берейін, 70-ге келдім жарайды енді. Әрі қарай өмір сүрмей қояйын. Болашақ балдардікі ғой. Бер басқа жерден бер, я ақшасын бер халықтың. Сенің қолында ештеңе жоқ, оны біліп отырмыз. Жоғарыда бәрін шешіп отқан. Бірақ айтуың керек қой, сен халқың жылап жатыр мына менің. Біз жіберген жоқпыз ғой суды. Елді бағып отқан мына азамат жігіттер, сен соған түсінесің ме? Неге біздерді адам түсінбейді сонда? Мына халық неге түсінбейді? Осының күнде школда жатыр балалар, инвалид балалармен қалай сен мына түсіндіріп айтты ғой бір әйелім жеге келіп, сен қалай ойлайсың сонда? Сен жаңа 13 миллион берін 20 миллион үй салып дейсің бе? Сала алмайды үйді. Ал енді соңғы сұрақ. Мына шығарынды қарап отырған билік құрылымдарына. 8 миллионға, 13 миллионға үй салуға бола ма? Тұрып атқан үйім құлап қалды. Қасынан ойда салған пәтерім, ода трещина, ода снос деді. Енді беріліп отқан ақшасын қара. 13 миллион дейді. Оның 2 миллион жерік алады. Неге жерік алады? Болса мына дүние мүліктің бәрін мынаның ішіне қосып берген. Түгел. Еще 2 миллион жерге алып қалады. Ал, неге мұнау? Кім шығарып мынау? Кім шығарып мынау? Не мұнау? Не масқара мұнау? Бұл халқы қанау ғой. Жоқ, жерге алмайды ағасы. Бізге солай да алмайды. Мұны жадырасын халық қазір келіп тұр. Мені барып келісейін деп тұр. Бағасы ғой. Жерге просто шарп деген сумысы ғой, жердің өзіңіздің. 13 миллион деген ерунда емес пе бер? Ұят қой, Есім Мұса Қарашұлы Халиулиев, облыстық мәслихат төрағасының. Көбілет өшеді, бір айдан бері сіздермен бірге жүрміз. Енді бірақ сағат сұрап отырық сіздерден. Бана жарты сағат сұрадық қой. Сіздердің жан айқайларыңыздың бәрін толықтай мен жеткіздім. Енді 1 сағат сабыр сақтайық. Бірақ бір нәрсені ашып айтайық ағайын. Бір нәрсені ашып айтайық. 400 теңгеден сұрап бастап айтайық. Болмайды. 400 теңгеден болмайды. Ал менде бүгінге осы су басқан аудандардағы жағдайларды бақылап отыратын боламыз. Ақпаратыңыз болса міндетті түрде бізге жіберіңіздер. Назарыңызға рахмет. Амандықта кездескенше сау саламат болыңыздар.